Қаламыздағы жалғыз жоғарғы оқу орны Қарағанды индустриалды университетіне биыл 60 жыл толды. Осы уақыт аралығында білім ордасы көптеген қазақстандық жоғарғы оқу орындарынан бөлек шетелдік университеттермен де жақсы қарым-қатынаста. Шетелдік ғалымдар шақыру бағдарламасына жыл сайын қатысады. Айтап айтқанда, былтырғы жылы 3 профессор келсе, биылғы жылы тағы да 3 профессор күтудеміз. Олар 2 профессорымыз Түркия елінен, Стамбул техникалық университетінен, 1 профессор Малайзия елінен. Олар біздің университетке келген кезде ол профессорларымыз, шетелдік профессорларымыз 4 апта студенттерге, магистранттарға және докторанттарға білім береді, сабақ береді, және магистранттар мен докторанттардың ғылыми жұмыстарына жетекшілік етеді. Бүгінде жоғарғы оқу орны 23 елмен жалпы 86 келісім шартқа отырған, ал студенттер 4 елдің өндіріс орындарына барып, жұмыс тәжірибесінен өте алады. Былтырғы жылы айтатын болсақ, 7 студентіміз Гази университетіне барса, биыл біз бағытымызды өзгертіп, Еуропа елдеріне, шығыс Еуропа елдеріне жібердік. Олар Польша және Болгария елдері. 4 студентіміз Польша мемлекетінде, 2 студентіміз Болгария мемлекетінде 1 семестр сояқта білім алады. Мамандар шетелдердегі жоғарғы оқу орындарымен тығыз қарым-қатынас тәжірибе алмасуға, білім берудегі жаңа дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді дейді. Арман Абылқасымов, Андрей Майорко, Теміртау жаңалықтары.